Сенің байлығың ол сенің білімің. Байлық қайда деген байлық бастың ішінде. Басқа ештеңе емес. Генри Форд айтқан, мен завод фабрикам тартып алса, ештеңе қорықпаймын, 5 жылдан кейін қалпына келтіремін. Мен де фабрикам тартып алғанда 20 миллион доллар көз алдыңа елестетіңдер, қанша еңбек, қанша салынған ақша, және болашағың бәрін соған байланыстырып тастаған. Әуелі мен баламды Италияға жібергенмін, сол фабриканы ары қарай жалғастырады деп. Сосын бір күннің ішінде айырылып қалдым. Бір күннің ішінде енді қалай өмір сүресің, және де қылмыстық іс қозғап, жоғары сот, генеральный прокуратура жан-жақтан айналысып жатыр. Мен бір-ақ нәрсені тіледім. Отырғызып тастамаса, түрмеге отырғызып тастамаса болды енді. Отырғызып тастаса да айттым, шығамын ғой төбе. Бәрібір адамға сенім береді ғой, басындағы білім адамға сенім береді. Мен кез келген уақытта кәсібімді, отбасымды асырай алатындай, маған миллиард ақша ешқашан керегі жоқ болды, мен ешқашан армандаған да жоқпын, қазір армандаймын. Енді қалыпты физикалық өзімнің қажеттілігімді, ішетін тамағымды, баспанамды жасап алатындай кез келген жағдайда. Кеше маған телевидение